Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен табада дайын болатын пиццаның ең оңай түрімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. 4 ас қасық майонезімізді саламын. Және де оның үстінен 4 ас қасық қаймағымды саламын. Оны жақсылап араластырып, үстінен аздаған ғана тұз саламын. Және де 1 дана жұмыртқа қосып, оны жақсылап араластырамын. Жақсылап араласып болған соң, оның үстіне ұнымды саламын. 9 ас қасық ұнды салып, жақсылап қамырымды дайындап араластырамыз. Мінекей қамыр дайын болды. Қамырымыз осындай жұп-жұмсақ әрі қою болып шығады. Қызып тұрған табамызда аздап қана майлап шығамыз. Және де қызып тұрған табама қамырды саламын. Қамырымды толық салып болғаннан кейін, оны жақсылап табаның мөлшерінде айналдырып шығамын. Мінекей осындай болып шықты. Және де үстінен кетчупты саламын. Кетчупымды жақсылап араластырып айналдырып шығамын. Осылай жағып. Мінекей дайын болды. Қақпағын жауып, сыр мен колбасаны дайындаймын. Және де ұнымыз мінекей дайын болып қалды. Оны шанышқының көмегімен осылай тесіп шығамын. Қамырымыз пісіп дайын болып қалды. Үстінен колбасамызды және де үстінен ірімшігімізді салып 1-2 минутқа қоямыз. Мінекей ірімшігімізді толыққанды салып шығамын. Және де дайын болған пиццамыздың бетін 1-2 минутқа жауып қоямыз оны. Мінекей пиццамыз дайын болды. Бөлшектеп бөліп аламын. Мінекей дәмді пиццамыз дайын болды. Тез әрі оңай дайындалады, аздаған уақыттың ішінде. Ас болсын.